Армысыздар тыңдармандар, арнама қош келдіңіздер. Арнамның дамуына үлес қосып, әңгіме ұнаған болса, жүрекшені басып, пікір қалдыра кетсеңіздер. Ал бізде жаңа әңгіме. Жұмыс деп жүріп Жадыраның өзінің туған күнін ұмытып кетіпті. Есіктен сіңлісі Балым кіріп келгенде абдырап қалды. Қолында торты, гүлі бар ол. Туған күн иесі не істеп жатыр екен? Мен келдім дегенде бірақ есіне түсті. Жалпы туған күнін атап өтуді ұнатпайтын адам осындай болса керек. Несіне қуанады? Жылдар өтіп жатыр. 30-ға да келді. Бұл болса әлі жалғыз. Тастай жұмысы бар. Алматының қақ ортасында 2 бөлмелі пәтері, астында көлігі бар. Бірақ жалғыз. Тіпті жұмысындағы әріптестері де құттықтамапты. Ұмытып кеткен бе? Бауыр деген осы ғой. Сіңілісі болмаса, бұл да есіне алмас еді. Үйде сопайып отырамыз ба, жүр кафеге барайық деді Балымға. Қуана кеткен ол. Торттың жартысын кесіп алайық. Саған жасаған тағы бір тосын сыйым бар деді қылмыңдап. Тосын сыйды ұнатпаймын. Бұл саған ұнайды, мен білемін деді. Енді екеуі ғана кафеде отыр. Балым барынша көңілді. Әпкесіне әңгімелерін айтып барынша тырысып отыр. Балаларыңды кімге тастап кеттің? Үйге енем келді. Қазір Думаның жұмыстан келетін уақыты да болып қалды. Мен қайтайын. Тосын сыйың қайда? Сенің күтіп отырғаныңды білгенмін қазір, деді де телефон ақтара бастады. Фейсбукты ашты да әпкесіне қарап тұрып, мен мына жерден біреуді тауып алдым, қара, деді. Саған қазір аккаунтын жіберемін, міндетті түрде хабарлас деп суретті көрсетті. Елдостың суреті көзіне жарқ ете қалды. Сол баяғы қалпы өзіне күлімдеп қарап тұр. Оны қайтемін? Мені керек қылады дейсің бе? Сен байқап көрсеңші. Мен бақылап, біраз зерттедім. Таныстардан сұрап та алдым. Ол жалғыз екен. Екеуі ажырасып кетіпті. Тіпті араларында бала да жоқ екен. Мейлі. Өзі іздемеген адамды қайтемін? Өзім барып жабысам ба? Сен оны әлі ұмытқан жоқсың, білем. Ойланып көр, деді де жинала бастады. Ойдың жетегінде қалған Жадыра үйіне қайтты. Студенттік күндердің қызығы бітіп, қолына дипломын алған Жадыра құрбысы екеуі бір жерге жұмысқа орналасады. Басында әрине жалақылары аз, қатардағы жай жас маман. Екеуі бірге пәтер жалдап тұратын. Гүлсезім бірде саған қалай айтарымды білмей жүрмін деп қипықтады. Айта бер, не болды сонша? Ауылдан сіңлім келейін деп жатыр. Мамам қасыңа ал, бас көз бол дейді. Биыл мектеп бітіреді ғой дегенде, келсе келсін, оны неге менен сұрап тұрсың? Саған ұнамаса біз бөлек пәтерге шығамыз, уайымдама. Ертерек пәтер іздей берейін, деді. Ол не дегенің? Қайта бірге тұрғанымыз жақсы емес пе? Келе берсін деген. Сол жылы қастарына Әйгерім қосылды. Солай үшеуі тұрып жатты. Елдос бөлім бастығы, келбетті жігіт. Оның өзіне көңілі бар екенін байқамайтын. Қасындағы қыздар, Жадыра, осы сен әдейі істейсің, өтірік байқамағандай боласың, дейді. Нені байқауым керек? Ана Елдос мына жолмен 1 сағаттың ішінде 3 рет өтті. Байқамадым деші, дейді. Өтсе жұмысы бар да? Жоқ, ол өткен сайын саған ұрланып қарап өтеді. Байқамайсың ба дегенде иығын көтерді. Енді Жадыра қызық көріп Елдостың 2 ортадан өтетін күнін күтетін болды. Шынымен де өтіп бара жатып өзіне ұрлана қараған байқады. Ұнап қалған сияқты. Осылай бірнеше күн өтті. Енді Жадыра оның ары-бері жүргенін күтетін болды. Өтпей қалса өлде көңіл түсіп кететін. Сендер осылай бір-біріңе қарап жүре бересіңдер ме? Қимылдасаңдаршы, деді Гүлсезім. Қыз басымен маған не бар, ұят емес пе? Айтып тастайын десем бастық ыңғайсыз, өзде бір жүрген ынжық екен. Таптым деп қуанып кетті. Не болды? Анадастан қайтамын. Не деп? Ертеңнен бастап сенің қасыңнан шықпайтын болады. Тоқта, деді. Неге? Қайтеді екен көреміз. Қызғанып, сенен айырылып қалатын білсе қимылдар, дейді бұған қарап. Қойшы соны. Ол көп сөйлеп миды аштады, деді жақтырмай. Ашта берсін, шыдайсың. Тәжірибемізді жасап көрейік те, деп мәз болды. Айтқандай келесі күні Дастан Жадыраның қасынан шықпады. 2-3 күн әңгімесін айтып, даңғырлап, елдің басын ауыртты. Арасында қараңдар дегендей елге көрсетіп, коробкадағы шоколадтарын беріп, жұмыстан бірге шығып жүрді. Тек апта соңында ғана Елдос Жадыраның қасына келіп,
үйге бірге қайтайық деп сөз бастады. Айдаладан қарап бақылап тұрған Гүлсезім ес деп қолын көтеріп бір секірді. Екі беті тыз ете қалған Жадыра Гүлсезімге қарап күлкісін әрең тиді. Осылай Елдос екеуі бір-бірін ұнатып, қыз бен жігіт болып жүре бастайды. Екеуінің сезімдері күшейіп, бұл ұжымда екеуінен бақытты жұп болмайды. Ендігі кезекте екеуі барлық жерде бірге болатын. Біреуі бармаса екіншісі де бармайды. Екеуі қол ұстасып жүргенде арада 2 жыл өтіп кетеді. Қайткенмен қыз емес пе? Уақыт өте бере екеуінің осылай уақыт өткізіп жүргендері ойландыра бастайды. Жақсы көретін рас, оны күнде айтады. Сыйлығын да аямай жасап жатады. Бірақ үйленейік деп ұсыныс айтпайды. Бала, болашақта өздерінің отбасы туралы сөз қозғаса, әңгіме барысын басқа жаққа аударып жіберетін байқап қалды. Онысы көңіліне күдік туғыздырып жүрегі ауыратын болып шықты. Ойындағысын Гүлсезімге айтпақ болады. Кешкі аста бүгінгі кеште еш қайда бармайтын 3 қыз асықпай тамақ ішіп отыр. Корпоративке барасың ба? Көйлек алу керек. Өткендегі көйлегімді кие саламын. Мен олай істей алмайды екенмін деп сөзге Әйгерім араласты. Сен әлі жассың ғой, саған болады. Мейлі, жас күніңде жайнап жүрмесең, қашан жүресің? Көйлектің орнына үстіме бір жылы жемпір алсам ба деп жүрмін. Ертелі кеш кетін. Осы сендер жігітті не үшін ұстайсыңдар? Қалталарын қақпайсыңдар ма? Ыңғайсы екен өзі әрең жүргенде. Қашып кетер деп күлді Гүлсезім. Қашпайтындай сұра, аямау керек оларды. Титтей болып, алып бәлесің, қара, әпкелерін үйретеді деп күлді Жадыра. Мен сендер сияқты болмаймын, аздап пысық болу керек деп қояды көздерін қылмыңдата. Мысалы мынау не? Жасыңа сай алтын тақпайсың ба? Не болып, тәдемі ғой? Қойшы, подростық сияқты кішкентай сырға тағып алыпсың. Мен тақпас едім. Білмеймін, өзіме ұнайды деп Жадыра сырғасын ұстап ойланып қалады. Сендер сияқты жұмыс істесем, жігітім болса былай жүрмес едім. Шашыңды қарашы деп Жадыраның шашында мензеп қояды. Қашан болса желкеңе түйіп қоясың. Ұзын шашқа неше түрлі прическа жасауға болады ғой деп қарап отыр. Өзіме ыңғайлы, жұмысыма кедергі жасамайды. Ал мынау не деп үстіндегі киімін түртті. Оған не болыпты? 2 жыл болды ғой, үстіңнен тастамай киіп жүргеніңе. Тастасаңшы дейді. Қайдам әлі тоза қойғаным соң, қоймаған ғой әлі. Өзіме ыңғайлы тағы. Адам деген киімді өзгертіп тұру керек. Қай заманда өмір сүріп жатырсыңдар? Бәрі киген киімді 10 жыл кимей жұмыс істейсің деп қарады. Сен бізді бір күрек ақша тауып жүргенде көрдің ғой деді Гүлсезім сөзге араласып. Мен жұмыс істемеймін. Қайтесің? Күйеуге шығамын. Сол мен асырайды деді мұрын шүйіп. Өмірі олай ойлап көрмеген Жадыра не дерін білмей ауызы ашылып отырып қалды. Күйеуге шығып бала туып отырғанның несі жақсы? Мен бала туады деп кім айтты? Алдымен өзіміз үшін өмір сүреміз. Тусам біреуін ғана туамын, жетеді. Сен алдымен шығып алшы. Ол күнде алыс емес. Мен сендер сияқты жүрмеймін. Сендерден бұрын кетемін. Көресіңдер ғой дегенде 2 қыз бір-біріне қарап күлді. Келесі күні жұмыста отырғанда қасына Гүлсезім келіп, Жадыра, Елдос кетейін деп жатыр екен ғой деді. Қайда? Саған айтпаған ба? Жоқ, сенен естіп тұрмын. Қызық. Ол кетемін деп осыдан 1 ай бұрын арыз жазыпты. Орныңа адам табылған кезде бірақ шығасын деп жібермеген екен. Енді соның ыңғайы келіп тұр екен. Кеше келген адам соңына орын алынған екен дегенде Жадыра таң қалғанын жасыра алмады. Үзілісте Елдосқа жетіп барды. Маған қашан айтатын ойың бар еді? Кететінді неге біреуден естимін? Кешір жаным, мен сені алдын ала ренжіткім келмеді. Сонда қайда кеткелі жатырсың? Дайын тұрған жұмысың бар ма? Я, мен Астанаға кетемін. Қайда? Мен ше? Дегенде ештеңке болмағандай. Жадыра, мен жұмысымды ауыстырамын. Астанада тұратын боламын дейді. Оны түсіндім ғой. Маған тіпті айтпағаныңа таңым бар. Кешке сөйлесейік деп жылы жауып қоя салды. Кешке бірақ Елдос хабарласпады, не өзі келмеді. Гүлсезім құрбысының қобалжып отырған байқап, келіп қалар, уайымдама. Саған айтпаса бір себебі бар шығар. Неге сонша қобалжып отырсың? Білмеймін. Жүргенімізге 2 жыл болып қалды. Үйленейік деп айтпады. Уақыт болса өтіп жатыр. Не ойлағаны бар? Кететінін де айтпады. Құдды бір бөтен адам сияқтымын. Мені тастап кетсе қайтемін? Қайдағы бір
Жоқты айтпашы, екеуің біздің ұжымдағы ең әдемі жұпсыңдар. Сені ол тастап кету мүмкін емес. Бірден соң ол өзі емес пе саған ғашық болған, уайымдама, дегенде аздап болса да көңілі тынышталғандай болды. Ертеңінде Әйгерім екеуінің төбесінен жай түсіріп жаңалығын айтты. Мен Астанаға кететін болдым деп киімдерін жинай бастады. Билетің бар ма? Қашан қайтып келесің? Сен түсінбедің, мен бір жолата кетіп барамын. Қалай? Оқуыңды қайтесің? Оқуды қойшы, оқымаймын. Есің дұрыс па? Қазір мамама хабарлаймын. Айта бер, мамам біледі. Айттың ба? Айттым. Келісті ме? Жоқ, келісім бермеді. Бірақ бәрібір көнеді ғой, қайда барады дейсің? Астанада сені біреу күтіп тұр ма? Мен жалғыз барады деп кім айтты? Дегенде екеуі бірдей Әйгерімге таңғала қарады. Кіммен барасың? Елдоспен бірге барамын. Арада біраз үнсіздіктен соң Жадыра түсінбей қайта сұрады. Кіммен? Елдоспен дедім. Сенің елдосың, деді. Жадыра аузы ашылып тұрған жерінде тұрып қалды. Сен не деп тұрсың? Әйгерім, есің дұрыс па? Есім дұрыс. Мен елдосты сүйемін. Біз Астанаға кетеміз деп бірге шештік. Қашаннан бері? 1 жыл болып қалды. Жадыра, кешірші мені. Мен соқыр болып қалыппын, кешірші, ұмбаған. Сен қалайша біле тұра біреудің жігітіне жабысасың? Бай емес қой. Біз бір-бірімізді ұнатып қалдық. Мен саған қазір көрсетемін деп Гүлсезім сіңлісіне ұмтыла беріп еді. Ол артқа шегініп, маған қол көтеруші болма, аяғым ауыр, деді. Жадыра орнынан сүйретіле тұрып есікке қарай жүгірді. Жадыра, кешірші мені. Мен білмедім, шын айтамын, кешірші дегеніне қарамай, үйден шығып кетіп, басы ауған жаққа жүре берді. Келесі күні ол да жұмыстан шығып кетті. Пәтеріне келсе Гүлсезім жоқ екен. Ұялды ма, қарайтын бет болмады ма? Гүлсезім де заттарын жинап кетіп қалған екен. Жақсы, маман жерден жатсын ба? Көп ұзамай басқа жерден жұмыс тауып алады. Елдосының жасаған опасыздығын көпке дейін ұмыта алмай жүреді. Жүрегі ауырып, енді ешкімге сенбестей болады. Тіпті жүрегі қатайып, өмірден өзінің сәтсіздігі үшін кек алғысы келеді. Артынан кешірім сұрап, қайта татуласқысы келген Гүлсезімді де аямай бірнеше рет қуып шығады. Ұзақ уақытқа дейін көп беттеніп, тырысып жүрген мен бір күні шыдамай өкіріп жылап та алады. Кейде жалғыз отырып ащы судан тартып алатын әдетте табады. Ащы суға әуес болған адам өзі сияқтыларды өзіне тартатыны бар. Ендігі күнде қасындағы жүрген құрбыларымен жүрген жерлерінде көңілді жүретін болады. Жұмысы жақсы, жалақысы да жаман емес, кредитке машина сатып алады. Сатып алған правасы да бар. Ұрттайтыны да бар. Бір күні көлік апатына түсіп ауруханадан бірақ шығады. Есін жиғанда палатада жатыр екен. Дәрігердің айтуы бойынша 2 қабырғасы, аяғы сынған. Біраз жататынын айтып шығып кетеді. Бар денесі ауырып қалған екен. Қозғалуға шама жоқ. Тек көздерімен палатаны шолып өтеді. Өзінен басқа тағы 2 адам жатыр екен. Кешке қарай жылап, сықтап, анасы мен сіңлісі келеді. Олардың келгені біраз жеңілдік әкеледі. Қасында отырып, су, тамағын беріп, шашын тарап, біраз жеңілдеп қалады. Келесі күндері қасындағы көршілермен таныса бастайды. Терезенің қасында жатқан апа үнемі көңілсіз, күрсініп қойып терезеге қарап жатады. Біреуді күткендей. Бірақ күн ұзақ, артынан ешкім іздеп келмеді. Қатарында жатқан келіншек ауылдан келгені көрініп тұр. Оған келіп жатқан туыстары да көп. Кішкентай қызы мен ұлы да мамалап келіп кетті. Кетерде кішкентай жылап есті шығарды. Оған қарап келіншек те жылап қалды. Тек 3-ші күн дегенде апаның ұлы келеді. Сонша күткенде қуанудың орнына кірпідей жиырылып қалады. Мама, қалыңыз қалай? Жақсымын. Ертерек келе алмадым, ренжімеші, жұмыстан сұранып жіберген осы. Жарайды, келдің ғой. Неге жалғыз келдің? Балаларың қайда? Олар сабақта. Келгісі келмеді десеңші. Дәрігермен сөйлестім. Өзіңе не керек, әкеп берейін. Әуре болма, балам. Бұл жердің тамағы жаман емес екен. Аш емеспін. Екеуі жарытып әңгіме айтпады. Біраз отырған соң баласы кетіп қалды. Көңілі орнына түсті ме, ішіндегі шерін тартқысы келді ме әйтеуір. Біраздан соң апа әңгімесін бастады. Құдайдан сұрап алған жалғыз ұлым. Шалым екеуміз қосылғанда бірден балалы бола алмадым. Мен шалымның 2-ші әйелімін. 1-ші әйелі ауырып жазыла алмаған соң өзінің мәңгілік мекеніне кеткен. Артында 2 қыз, 1 ұлымен қалған. Күйеуім 1 жылдан соң маған үйленді. Мен де тұрмысқа шықпай,
30 жасында тапқан байым. Оның өзінде жеңгелерім тапқан. 3 баланың тілін бірден таба алмадым. Мен қатал болдым ба, олар мені жақтырмады ма, анасындай қабылдамады. 5 жыл жүріп әрең дегенде осы баламды көтеріп едім. Өзімнің балам болған соң барымды аямай өсірген едім. Күйеуімнің балалары үлкен болған соң бұдан ерте өсіп, қыздары тұрмысқа шығып, ұлы үйленіп бөлек кетті. Біз осы баланың қолында қалдық. Жасы келгенде бұл да үйленді. Пәленің барлығы сол кезде басталды, деп көзінің жасын бір сүртіп алды. Өздері бөлек тұрса да әкелерінің үйіне таласып бәле болды. Бұл да менің балам, сендердің бауырларың десе де, болмай түртпектей берді. Сөйтсем, бала кезден жақтырмай өскен екен ғой. Әкелерінің көзінің тірісінде сотқа беріп, соттасып, бұндай қорлыққа шыдамады ма, шалым жүрегі қысылып бізді тастап кетті. Құжаттарды толық рәсімдеп болмаған. Балам жынданып, әйелі мен балаларын алып, мені тастап кетіп қалды. Қайтейін? Артынан мен де кеттім үйді тастап. Пәтер жалдап тұрып жатқаныма 10 жыл болды. Қолыма кел, мама деп балам айтпады. Келінім безеріп, немерелерім жат болып өсіп жатыр. Деп терең күрсінді. Бұлай балаңыз жаман адам емес сияқты, деді жадыра. Жаман емес, ынжық, қатынның айдауынан шыға алмайды. Барлығын менен көреді. Қазір ипотекаға үй аламыз деп жүгіріп жүр. Үй алғанда қолыма аламын деп те айтпайды, деп көз жасына ерік бергенде жадыра бірге жылап алды. Сол түні апа түнімен оқылеп күрсініп шықты. Ертеңгі обходта дәрігер апаны тексеріп, тұрып басын шайқады. Медбикеге апаны ота бөлмесіне апарыңдар деді. Апа сол кеткеннен қайтып келмеді. Келесі ертеңінде қасында жатқан келіншек, апаның баласын көрдім, дәрігерлерден шығып келе жатыр екен деді. Апа қалай екен? Апа қайтыс болыпты, деді. Көздері бақырайып, іркіліп тұрған жастары төгіліп, сырғып аға бастады. Аз күн болса да қастарында жатқан апаға жандар ашып екеуі біразға дейін үнсіз жатты. Тек түстен кейін қастарына жаңадан бір жас орыстың әйелі келді. Орыс дегендері украинка болып шықты. Қазақ тілінде сайрап тұр. Жіңішке келген орташа бойлы әйел ота жасатқанына 3-ші күн екен. Дәрігерге айтып жатып палатасын ауыстырып алыпты. Ана палатада жату мүмкін болмай кетті. Қасымдағы әйел қорылдағанда түнімен ұйықтай алмайсың. 2 кісілік орын ғой. Енді оның қасына келген адамға жаным ашиды, деп бір күліп алды. Бұл күндері жадыра да орнынан тұрып ары-бері жүре бастаған. Аяғындағы гипсі болмаса жүріп кетер ме еді? 2 қабырғасының сынғаны көп жатқызбайды. Терең демалса, ауырып мазасын алады. Күн ұзақ жатқаннан жалға бастаған сияқты. Қастарына келген Света көңілді, әңгімешіл болып шықты. Қазақ тілін қайдан білесің? Ауылда өстік қой. Көршілердің барлығы қазақ. Мамам мені кейде таппай қалатын. Көршілердің үйінде қона салатын бала кезімде. Байым өзімнің кластасым деп мәз. Бір кезде қастарында жатқан келіншек орнынан атып тұрды. Телефон шықып отырған 2 қолын жоғары көтеріп, селкілдете «Ура! Ура!» деп шыңғырып жіберді. Не болып қалды? Деп өзіне таңдана қараған көршілеріне. Күйеуім сотта жеңіп шықты. Біз үйімізді қайтарып алдық, деді. Құтты болсын. Кіммен соттасып жүрсіңдер? Қазір сөйлесіп алайын, деп отырған орындан бір жарты сағаттың ішінде 10 шама адаммен сөйлесіп шықты. Барлығы құттықтап жатқан сияқты. Арасында күледі, біресе жылайды. Кеуде қоңырау шалып болған жағдайды айтып жатыр. Аяқ астынан келген бақытқа бөленген келіншекке қарап, жадыра да риза болып қарап отыр. Демін бас алмай алқылып, қолын кеудесіне қойып алған. Бір алаяқтарға тап болдық. Бала шағаммен пәтер жалдап тұрғанымызға 8 жыл болды. Кеуімде қоймады, ақыры жеңіп шықты, деді. Жақсы болған екен. Қалай алданып жүрсіңдер? Қайын інім үйленетін болып, біз бөлек шықтық. Ол кезде үлкен ұлым ғана бар. Үйленгенімізге әлі 3 жыл болмаған. Ата-енем біраз малын сатып, күйеуімнің жинаған біраз ақшасы бар. Қаланың шетінен 2-3 бөлмелі шағын времянка сатып алдық. Аздап ақшамыз жетпей, бір жарты жылда берек дегенде, үйдің иесі келісе қалады. Ол жарты жыл өте шықты. Ақмақпыз ғой, бар ақшамызды беріп, тұрып қолхат жазып алмаппыз. Неге сонша топас болғанбыз? Үлкендер де айтпаған. Жарты жыл өткен соң үйдің иесі келіп ақшасын сұрағанда, беретін ақшамыз жоқ дағы.
Біраз күтуін сұрадық. Жалынып, жалбарынып істемеген жоқ. Үйдің құжаттарын да бергенмеген ғой. Біздің үйден қуып шықты. Заттарымызды далаға лақтырып, күйеуімді ұрып, күн көрсетпеді. Енді алған ақшаны қайтар десе қайтармады. Шамаң жетсе ал, беретін ақшам жоқ деп, бергеніңді дәлелде деді. Дәлелдеймін, ақша емес, мына үйді де қайтарып аламын деп күйеуім өзіне сөз берді. Содан алғаш жылдар есімізді жиғанша ештеңе істей алмады. Есін жиған соң міне соттасып жүріп жеңіп шықты деді. Мықты екен, не істеді? Ой, айтпа, сен сұрамай-ақ қой. Мен айтпай-ақ қояйын. Талай айттым, түңіліп кеткен кезінде. Осымен қоя салшы, екесе ақшаң шоқты ғой, шаршамадың ба деп. Міне адам құрлы көрмей үйден қуып шығып, қорлаған үшін жауап береді сол. Есімден жібермеймін деп жүріп жеңіп шықты. Қайта сол жерде көршілермен жақсы араласушы едік. Куәгерлер де табыла кетті деді. Кешке жеңімпаз күйеуі балаларын келіп, біраз палатаны шулатып, әңгімесін айтып өздерінше мәре-сәре болды. Келесі күні таң атпастан палатаға кірген медбике. Тұрамыз, таңғы асқа дайындалыңдар деп оятады. Света, саған не болған, түрің жаман ғой. Дәрігерді шақырасың ба, болмай жатырмын. Қазір деп шығып кетеді. Кезекші дәрігер келіп Светаны қарай бастайды. Кеше ғана жақсы едің, не болып қалды? Білмеймін, әлсіреп барамын. Анализдерін алыңдар деп медбикеге тапсырма береді. Таңғы асқа тұруға шамасы болмаған Светаны түске таман алып кетеді. Бөлмеде екеуі ғана қалған, қорқып қалғандар тағы бар. Үнсіз отыр. Біраз уақыт өткен соң Жадыра: мына жерден тездетіп шықпасам, жүрек ауруына шалдығатын сияқтым деді. Айтпа, аман болсыншы деді келіншек. Тек кешке ғана бөлмеге кірген медбикеден: Светаға не болды, аман ба дейді. Оған қайтадан ота жасалды. Қазір жансақтау бөлмесінде жатыр. Таңға жуық келетін шығар дегенде екеуі бірде деді. Таңғы сағат 5-терде Светаны әкеліп жатқызады. Амансың ба, қалайсың? Көретін жарығым бар екен, рахмет. Қатты қорқып кеттік, аман болшы деді Жадыра. Ауруханадан шығатын күні сіңлісі Балым келеді. Құжаттарың дайын, шыға берсең болады. Үйге, ауылға барамыз ба? Мамам сені күтіп отыр. Ақыр жұмысқа қазір шықпайсың, ауылға барып біраз жатып келсеңші деді әпкесіне. Кейін барамын деп көнбеді. Сол бір көлік апатынан кейін рөлге отырмай қояды. Күнде таксилетіп жұмысына барып жүрген күндердің бірінде Қайыржанды кездестіреді. Қолын көтеріп тоқтаған көлікке отыра қалатын. Байқап қараса, күнде бір машинаға отырып жүрген екен, бірақ жүргізуші үндемейді. Жасы 40-тардан асқан ер адам айнадан өзінен көз алмай қарап келе жатқан байқады. Келесі күні де сол машина алдына келіп тоқтай қалды. Сіз мені аңдып жүрсіз бе? Отырмаймын, жүре беріңіз дегенде жүргізуші ыңғайсызданып қалды. Кешіріңіз, аңдып жүрген жоқпын, күнде өтетін жолым болған соң деп кібіртіктеп қалды. Жадыра отырып жатып: қайдан білейін, үндемейсіз, қорқынышты екен. Қорықпаңыз, қаласаңыз қайтарда да алып кетейін. Таксистсіз бе? Жоқ, ары бері босқа жүрмейін дегенмін ғой деп жауап берді. Енді өзінің жеке таксиіндей күнде жұмысқа барып бірге қайтатын таксист өзін Қайыржан деп таныстырды. Жүре-жүре екеуі сізден сенге көшті. Наурыз мейрамда тіпті сыйлығында жасады. Енді Жадыра күнде оны өзі күтіп тұратын болды. Келмесе қайдасың деп шақыратын алатын. Ертең ауылға кетемін. Көп жүресің ба? Жұмыстарым бітсе қайтамын. Сіңлім тұрмысқа шығып жатыр. Қолдан ұзатамын деп мамам дайындалып жүр. Той бітсе қайтамын ғой. Байқа, сен де бірге кетіп қалып жүрме. Мені кім алады дейсің, сен алмайсың. Әйеліңе қашан айтасың? Осылай жүре береміз бе? Шыдашы жаным, аз қалды. Өзімде шаршап кеттім өтірік айтып. Мені қайтайын, олай істеме. Мүмкін сен әйеліңді қимай жүрген шығарсың. Мен саған жай уақыт өткізу үшін ойыншықпын ба деп ашуланды. Олай емес, шыдашы. Барлығы өз уақытымен. Білмеймін, менің уақытым өтіп барады деп жынданды. Ауылға келгенде елдің барлығы тойдың қамымен жүгіріп жүреді. Жай отырған ешкім жоқ. Жадыра да көптен бері көрмеген туыстарды көріп мәз. Ағайынның басы осындай тойда ғана жиналатын заманда бұл ерекше құбылыс еді. Алыстан келген туысқандар Жадыраның мойнында. Оларды жайғастырып, көңілдерін аулап, дастархан әзірлеп жүр. Барлығы елдің ішінде жүрген анасын көріп: мама, шапқылап жүгіре бермей, арасында отырып демалсаңшы, аяқтарың сысып кетіпті ғой, деді. Қызым,
Мына той бітпей маған қайдағы демалыс? Әне, келіндерің бар, мен бар, жүрміз ғой. Өзіңіз мазасыз болғанымыз ғой. Аздай папамды да шаршатып жібердіңіз ғой. Ой, ол шаршап жүрген жоқ, өтірік. Әне түрін көрдің бе? Көздері қызарып шыға келді. Қайта арасында ескертіп айтып қой, маған қарағанда сені жақсы тыңдайды. Тыныш жүрсін, елдің барлығына құя бермей. Той басталмай жатып, мынаның барлығы мас болатын болды, деді ошақ басында жүрген ерлерді көрсетіп. Бір кезде қызының маңдайынан сүйіп, алдымен осы той саған арналып жасалу керек еді ғой. Сіңліңе жол беріп қойып жүрсің, деді. Мама, ондай әңгімеңізді қайтадан бастамаңызшы. Қайтейін енді, әр нәрсенің өз ретімен болған дұрыс қой. Мама, мені уайымдамай бермеңіз. Жақсылықтың ертелі кеші жоқ. Мен де бір күні осылай кетемін. Әумин, айтқаның келсін. Ұзақ жүре бермей қимылда енді, деп өз ошақ басына қарай кетіп бара жатқан күйеуіне жүгірді. Айдар, ана қойныңдағы не? Әкел бері, деп еді. Айдар артына қарамай зытты. Екеуіне қызықтап қарап тұрған Жадыра тірлігі есіне түсіп, ол да қимылдай бастады. Кеш батқанда телефонын ақтарса, смс-тер жинап қапты. Арасында белгісіз бір нөмерге көз түсті. Ашып қалса, суреттер сатырлатып шыға бастады. Бірінші суретте жасы бір 8-9 шамасында қыз баланың суреті екен. Түк түсінбеген Жадыра бұл кім дегендей анықтап қарайды. Байқаса, кішкентай қыздың суреті бір түрлі ерекше. Оның екі қолы жіп-жіңішке, екі аяғы да түзу емес, айқасып кеткен. Төсекке сүйеніп тұрған қалпында екен. Екінші суретте сол қыз мүгедектер арбасында отыр. Өзі көңілді, екі көзі жайнап, мен бақыттымын дегендей. Үшінші суретте қыздың қасында анасы бар. Қызын қапсыра құшақтап алған. Бар аналық мейіріммен қызын аялап сүйіп отыр. Үшінші суретті ашқаны сол еді. Енді сол қыздың қасында анасы мен әкесі де бар екен. Жадыраның жүрегі дір ете қалды. Суреттегі еркек Қайыржан еді. Бұл суретте қыз әкесіне жабысып алған. Дірілдеген саусақтармен келесі суретті ашқанда, сол қыздың туған күні болса керек, алдында торты бар, шырақтары жағылған, әкесі, анасы, тағы қасында екі ұлдары бар бақытты отбасының суреті шықты. Жадыраның қаны басына шығып, ары қарай қалған суреттерді ашқысы келмеді. Қайыржан оған мүгедек қызы бар екенін айтпаған еді. Бұл суреттерді жіберіп жатқан кім өзі? Бұның нөмірін қайдан тапқан? Жүрегі дүрсілдеп телефонын өшіре салды. Ары қарай есінде ештеңке жоқ. Ештеңке ойламауға тырысты. Келесі күні той өтті. Сіңлісі ұзатылып, құдалар күтіліп, шулаған, тойлаған елдің ішінде жүрген Жадыра күліп жүрсе де, іші өртеніп, алай-дүлей болып жүреді. Арасында бір шыдамай телефон қосқанда келесі суреттерді де көрген. Келесі сурет жүрегіне қатты батты. Аурухананың төсегінде жатқан Қайыржанның әйелі. Қызы мүгедектер арбасында бас жағында отыр. Жүзіндегі күлкі, бақыттың бір ізі қалмаған. Анасына үрейлене қарап отыр. Үнсіз суреттер, басқа ешқандай жазуы жоқ. Кім түсірді, кім жіберді? Той бітіп, барлығы тарқаған күні Жадыра жатып қалды. Қызының көңілсіз жүргенін байқаған анасы: қызым, саған бірдеңе болып жүр ма, ауырып қалдың ба, дейді. Мама, мен бақытсызбын, бағым ашылмаған сорлымын, дейді. Шошып кеткен шешесі: қой, олай деме, не болып қалды тағы, деп қызын айналып толғанады. Жұмыстан сұранып кеткен күндері бітсе де, Жадыра жұмысқа бармай бір ай ауылда жатып алады. Қайдасың, қашан қайтасың деп жазған Қайыржанның смс-іне өзіне белгісіз нөмірден келген суреттерін барлығын жібереді. Бір сөз жазбайды. Аздаған үнсіздіктен соң Қайыржан қоңырау соғады. Жадыра алмайды. Қайыржан қайта соға берген соң нөмірін бұғаттап тастайды. Бір ай өтіп, қашанға жатсын, жұмысына оралады. Жадыраның келетінін аңдып жүрген Қайыржан сол күні жетіп келеді. Жадыра, кешірші мені. Саған басында барлығын айтуым керек еді. Әйеліңнің жағдайы қалай? Жаман емес, жақсы. Мен енді саған ажырас деп айтпаймын, маған жолама. Жадыра, суреттерді саған кім жібергенін білмеймін, бірақ барлығы сен ойлағандай жаман емес. Сенің қызың бар екен, сен оны тастап кете алмайсың. Соның өзі маған жеткілікті. Жадыра, мен әйелмен тұра алмаймын, дей берген еді. Қанша жерден ақталсаң да, енді маған жолама, деді. Сонымен Қайыржанның оқиғасына нүкте қойылды.
Барлығынан көңілі қалып еркек атаулыға жоламай жұмыс істеп жастық шағы өтеді. Ендігі жүретін жолы үй мен жұмыс ортасы ғана болғандықтан ештеңеге қызықпайды. Бар ақшасын жинап өзіне 2 бөлмелі пәтер, астына қайтадан көлік сатып алады. Кәрі қыз отырып қалды деген сөздерге құлағы үйреніп тіпті мән бермейтін де болды. Арасында құлазып, жалғыз сұрайтыны болмаса, мына өмірді дәл осылай қабылдағаны қашан. Енді міне балымның көрсетіп отырғаны мынау. Алғашқы махаббаты. Өзін алдап кеткен сатқын, Фейсбуктағы парағын ақтарып отырып өмірін зерттеп шықты. Бір байқағаны Елдосқа деген сезімі бір селп етпеді. Бұл өткен шаққа қайтып оралғысы келгендей парағын жауып қоя салды. Жұмыстағы құрбыларымен бірігіп жазғы демалыста Анталияға демалуды ұйғарады. Оған алдын ала дайындалып, үшеуі жақсы демалыс өткізеді. Қайтар жолда екі құрбысы Стамбулдағы туыстарына барамыз деп қалып қалады. Елге жалғыз қайтқан Жадыра әуежайға бір өзі келеді. Ұшақтың ұшуына әлі 2 сағат бар. Ерте келіп алғанына өкінді. Енді не істесін, айналасындағы адамдарға қарап, суын ішіп, телефонын шұқып отырады. Қасына келген шамасы 5 жастардағы ұл баланы байқамай қалады. Мұрны пыс-пыс етіп Жадыраның телефонын өңіліп бірге қарап тұр екен. Балақай, маман қайда дегенде, иегін көтеріп әне дегенде көрсетті. Шаршады ма екен, басы салбырап ұйықтап отырған келіншекті көреді. Мультфильм көресің бе деп еді, басын изеді. Осы балалар қандай мультфильм көреді екен дегенде ойланып отырып қалды. Өзінің балалар туралы түк білмейтінін түсінді. Экранға шыққан мультфильмдерді төмен қарай сырып таңдай бастағаны сол еді, бала өзі біреуін басып қалды. Оның таңдағаны түсініксіз, бұрын соңды көрмеген бірдеңке болып шықты. Кел, отыр деп қасына отырғызып алды. Атың кім? Жанболат. Жанболат, мен Жадырамын. Мамаң екеуің ғана ма дегенде басын изеді. Көріп отырған мультфильмі өзіне қызық болып тұр, арасында күліп қояды. Осы кезде ұйқыдан көзін ашқан келіншек шошып кеткен болса керек. Жан жағына қарап баласын іздей бастады. Баласын көргенде күліп жіберді. Кешіріңіз, ұйықтап кеттіппін ғой, мазаңызды алмады ма? Жоқ, отыра берсін. Жанболат, кел, саған планшетіңді қосып беремін деді. Бала қарғып түсіп анасына барды. Алматыға ұшып ұшақ күтіп отырсыз ба? Иә. Бізде Алматыға төркіндетіп барамын. Үйге бармағаныма 3 жыл болыпты. Күйеуің түрік па? Жоқ, қазақ. Осы жерде оқып жұмыс істеп қалып қалған. Қай жердің қазағысыңдар? Екеуміз де Алматыданбыз. Бірге ұшатын болдық. Әңгіме айттық деп күлді. Танысып отырайық, мен Алуамын. Жадыра. Мына балақаймен танысып алдық деді, өзінше планшетке шұқшиып отырған баланы көрсетіп. Алматыға жеткенше екеуі әңгімелесіп келеді. Алуа мінезі ашық, адамды өзіне бірден баурап алатын жан болып шықты. Аэропортқа келгенде, Жадыра, телефон нөмірімді жазып ал, хабарласып тұрайық деді. Міне ағам да бізді күтіп тұр деп қолын соза бұлғады. Алдарынан шыққан ер адам Жанболатты көтеріп алып, Алуамен құшақтасып көрісіп жатыр. Амандасып болған соң кетіп бара жатқан Жадыраны айғайлап тоқтатып алды. Жадыра, біз апарып тастаймыз, асықпасаңыз. Рахмет, такси ұстай саламын. Жоқ, біз апарамыз ғой, деп ағасына қарады. Екеуіңді таныстырайын деп Жадыраның өзіне қарай тартты. Алтай деді ол. Жадыра, ал енді жүрсек болады деп Алуа екеуін сүйрей жөнелді. Менің ағам сұр бойдақ, білмеймін осы уақытқа дейін неге жүрген деп еді, ағасы қызарып кетті. Жадыра көзінің қиығымен бір қарап қойды. Ол кезде ол Алтайдың өзі күткен болашақ жар екенін білген жоқ. Алуамен бірге аэропорттан шығып бара жатты. Жанболат болса Алтайдың мойнына отырып үлгерген, қолында планшет. Отырған қыз орын табар деген сәтті аяқталғанына өте қуаныштымын. Бақытты болсын. Осындай әңгімелер сізге ұнап жатса, жүрекшені басып пікір қалдыра кетсеңіздер.